Бүгінгі күні адамзатты компьютерсіз және интернетсіз елестету мүмкін емес. Алайда техниканың бұл жетістіктері адамның іс-әрекеттерін жеңілдеткенімен, денсаулықты әлсірететін жаңа проблемаларды да ала келді. Электр энергиясын пайдаланатын құралдардың барлығы электромагниттік сәулелер шығарады. Электромагниттік сәуле электромагниттік толқындардың кеңістікте таралуы, оның әсерінен қорғану үшін құралдарды көп пайдаланбау қажет. Компьютердің адам ағзасына тигізетін зиянды факторларын, ағзаның қай мүшесіне қалай әсер ететінін және компьютерде жұмыс істеу нұсқаулығын түсіндіретін боламын. Компьютер алдында ұзақ отыру кезінде пайда болатын аурулар. Мысалы, орындықта отырған кезде адам түзуінен отырмай қисайып ұзақ отыру омыртқа пішінінің өзгеруіне әкеледі. Табылжылмай бір жерде отырғаннан адамдар аяқтардың қозғалыс болуынан қан тамырлары варикоз ауруына шалдығады. Бір орында қозғалыссыз отырғаннан адамның бойында қан айналымы нашарлайды. Яғни орындықта дұрыс отырмағаннан омыртқаның дискілерінде деформациялану пайда болады. Сондықтан компьютер алдында жұмыс жасап отырғанда дұрыс отыру ережесін сақтау қажет. Омыртқаның тік болуы, арқа және мойын бұлшықеттерінің бос болуы, монитордың жоғарғы нүктесі көз деңгейінде болуы шарт. Екіншіден, міндетті түрде компьютерде отырған кезде сергіту жаттығуларын жиі жасап тұру қажет. Белсенді өмір салтын ұстану қажет. Яғни әрбір ересектер 30-35 минут сайын, жас буында 20-25 минут сайын таза ауаға шығып, дене жаттығуларын, қол-көз жаттығуларын жасауымыз міндетті түрде қажет. Көру қабілетіне тигізетін әсері: көз жасқа толады, кескіннің айқындылығы жоғалады. Яғни көп компьютердің алдына отырған кезде көз жасқа толып жасаурай береді де, бейнелерді анық көрмей бұлдырап бастайды. Одан кейін құрғақ көз синдромына шалдығады, алыстан нашар көретін болады. Яғни үздіксіз компьютердің алдында отыра беру адамның көзінің көруін нашарлатады. Сол себептен әр сағат сайын көз жаттығуларын жасау қажет. Бөлме жарық болу керек. Монитор мен көздің ара қашықтығы 60-70 сантиметр болу керек. Анда-санда көзді монитордан алып, алысқа қарау қажет. Жұмыс кезінде көзді жиі жыпылықтату керек болады. Электромагниттік сәулеленудің зияны: жүйке және жүрек ауруына шалдығады. Яғни экраннан шашылатын сәуле бұл жүйке және жүрек ауруына шалдығады. Екіншіден, қан құрамы өзгереді. Үшіншіден, ми биотоктары бұзылады. Сол себептен сұйық кристалды мониторды қолдану керек. Компьютермен жұмыс аяқталса, өшіріп тастау қажет. Яғни ол қосылып тұрған кезде де өзінен сәулелер бөлініп, адамға зиянын тигізуі мүмкін. Компьютердің зияны: ұзақ уақыт отыру бұл жүйке жүйесі мен психикаға әсері өте көп. Интернетке тәуелділік және ойын құмарлық. Яғни компьютерде ұзақ отырып, сол ойынды ойнап отырған бала, осы ойыннан ұтпасам шықпаймын деп өзіне алдына мақсат қойып алып, ойын біткенге шейін, немесе оны ұтқанға дейін, ұтылып қалса келесі ойыннан мен міндетті түрде ұтуым керек деп, бала сол компьютердегі ойынға тәуелді болып қалуы мүмкін. Шаршау, депрессия, ұйқысыздық, яғни ешқандай демалмастан компьютерде ұзақ отырған адамда депрессия болады. Ұйқысыздық, яғни соңғы шаруаны бітіргенше дейін деп отыра береді де, адам қанша уақыт өткенін байқамай да қалуы мүмкін. Содан созылмалы бас ауруы пайда болады. Яғни уақытылы демалмағаннан, уақытылы тамақ ішпегеннен және компьютермен жұмысты уақытылы тоқтатпағаннан адамдарда созылмалы бас ауруы пайда болады. Интернет желісіне қажеттілікпен ғана кірген жөн. Яғни белгілі бір мақсат қоя отырып, осы жұмысты жасап аяқтаймын деген алдына мақсат қою арқылы жоспармен кірген жөн. Компьютерде жұмыс жасау ережесін ұстану керек. Яғни қауіпсіздік ережесін сақтана отырып, өз дәрежемізде жұмысымызды аяқтағаннан кейін компьютермен жұмысымызды тоқтатуымыз қажет.